Сәлем достар, қалайсыздар, жағдайларыңыз қалай? Бүгін менде өте керемет күн болды десем болады. Оның барлығын айтпас бұрын, видеоны көрмес бұрын менің каналыма подписация етіп, колокольчикті баса кетіңіздер. Таңертең сағат 8:30-да тұрып, осылай шашымды бұралап, мен күшті бір жаққа энергия алуға, мотивация алуға, энергия алмасуға бара жатырмын күшті ортаға. Өстіп шашымды әп-әдемі қылып бұралап алдым. Өзіме өте қатты ұнады, мәзбін. Сонымен боянғанымды машинада түсірдім. Қызым осылай люлькада жатты. Сөйтіп мәз-мейрам болып отырдым. Және күйеуімді де түсірдім. Осылай әдемі болып бір күшті жерге бара қалдым. Яғни ол не жер десеңіздер, Dandelion компаниясының 1 жылдығына бардым. Сөйтіп сол жақта күшті билеп, күшті ән айтып, күшті әншілерді көріп, Dandelion компаниясы сетевая компания, мен сол жаққа тіркелген болатынмын. Өзімнің денсаулығымды жақсарта отырып, табысқа шығамын деп. Аллаға шүкір, денсаулығым өте жақсы, ұйқым қанық, энергиям да өте күшті. Сонымен өстіп әп-әдемі болып билеп, өзімнің сұлулығыма тәнті болып отырдым десем болады. Сосын алдымызда осылай қуандық рахым өнер көрсетіп бастады. Бұл концерттің басында шықты. Сонымен қуандық рахымға жақынырақ барайын, жақынырақ тұрайын, жақынырақ ән айтайын деп ортаға келдім. Ортаға келіп билеп, барлық адамдарға тамсана қарадым десем болады. Халық аренада өткен Dandelionның 1 жылдық туған күніне 3500 адам жиналды. Залда отыратын орын, аяқ басар жер жоқ десем болады. Ал біздің Dandelionның туған күнін құттықтап, қуандық рахым және де Mozart тобы келді. Сөйтіп қуандық рахым кеткеннен кейін қарнымыз ашып қалған, осылай барлығымызға тамақ алып келіп берді, компот сусынымен. Тамақ ішіп отыр едік, сөйтіп ортаға Mozart тобын шақырды. Mozart ол легенда. Қазір енді мен сіздерге айтамын, Mozart'та маған өте қатты ұнайды Мейрамбек Беспаев, ал менің мамама Сәкен Майғазиев өте қатты ұнайды. Бұл кісілердің қарапайымдылығына енді сөз жоқ. Қазір мен тіпті осы видеоға түсіріп тұрғанды көріп қалады, Сәкен аға маған сәлем дейді менің видеома, ойлаңыздаршы. Және Сәкен аға менің қасыма келіп неше рет фотоға түсті. Өте қарапайым халықтың адамдары екенін өздері мойындап, өздері халықтың арқасында әнші болып жүргендерін мойындайды. Маған өте қарапайымдылықтары қатты ұнады. Және Кенжебек аға сахнаның арғы бетінде болғасын, мен ол кісіне жақындай алмадым, себебі жаңа айтқанымдай аяқ басар жер жоқ. Сонымен мен Dandelion компаниясының 1 жылдық туған күніне емес, Mozart'тың концертіне келгенде ол кісілер 5 өлең айтты ма, 5 өлең тапжылмай қарап тұра беріп бұнға қысқан. Бірақ енді мен ешқашан жұлдыздарға, блогерлерге, тағы кімдер бар, мен ондайлармен ауырмаймын, мен оларды іздемеймін де, қарамаймын да. Бірақ Mozart легенда. Сол үшін де мен Mozart тобын өте қатты жақсы көремін. Кішкентайымнан осы кісілердің әнін тыңдап өскеннен кейін мен бұл кісілерге фанатпын деп айтсам болады. Бұл кісілер өте керемет өздерінің танымал өлеңдерін айтты, және де барлық халықпен бірге сіздер ойлаңыздаршы, сағындым Алматымды әнін айтты. Сағындым Алматымды деген ән мен үшін өте қатты ыстық, себебі мен студенттік кезеңім Алматыда өткеннен кейін. Қазір енді Алматыға тұрмысқа да шықтым ғой, бірақ сонда да студенттік кезеңім өте қатты есіме түсті. Сағындым Алматымды әнінің сөзін мен өте барлығын жатқа білемін. Бірақ осы жерде мен Mozart тобындағы Мейрамбек Беспаев ағаның жүрекпен айтқан сөздеріне тәнті болып тұрсам, дәл осы жерде менің қасымда бір апа тұрған болатын. Ол апа маған тәнті болып, маған ғашық болып тұр екен ғой. Менің шашымнан сипап, бетімнен шымшып қойған кезде мен өзім ұялғаннан өз өлеңнің сөздерін ұмытып қалдым ғой. Қазірдің өзінде сол апаның бетіне жұмшыған есіме түсіп қобалжып тұрмын. Сіздер мына атмосфераны енді сезіну керексіздер. Мына әнді жүрекпен айтқанын тыңдау керексіз.
сөйтіп сағындым алматымда әнін үзбей видеоға түсіріп бірге айтып мәз болып тұрып бүгінгі туған күнді аяқтадық. Туған күн сағат 12-де басталып кешкі сағат 7-де бітті. 3500 адамның телефонның фонарларын қараңыздаршы. Осы командаға қосыламын десеңіздер маған комментарийға жазыңыздар, номерлеріңізді жазып жіберіңіздер, мен міндетті түрде сіздерге жауап беретін боламын. Ең керемет команда, ең керемет туған күн, ең керемет компания. Туған күн өте жоғары деңгейде өтті. Сөйтіп ол жақтан шығып, ланчоға тамақтануға жолдасым апарды.